Өсу және даму әрбір жеке ағзаға тән қасиеттердің бірі. Өсу мен даму кезінде ұлпалар мен мүшелерде сандық және сапалық күрделі өзгерістер байқалады. Адам ағзасының өсуі мен дамуында негізінен екі кезеңді ажыратады. Бірінші, ұрықтық даму. Бұл ағзаның ұрықтанған жұмыртқа жасушасынан бастап туғанға дейінгі уақытты қамтиды. Ұрықтық даму анасының ішінде, яғни жатырда өтеді. Екіншісі, туғаннан бастап өз тіршілігін жойғанға дейінгі кезең. Әрбір ағзаның жеке дамуын ғылыми тілде онтогенез дейді. Адамның туғаннан кейінгі жеке дамуында бірнеше кезеңдерді ажыратады. Жаңа туған сәби. Нәрестенің дүниеге келген күнінен бастап 10 күнге дейінгі уақыт аралығы осылай аталады. Бұл кезде жаңа туған нәрестенің барлық мүшелері және мүшелер жүйесі өз алдына қызмет атқарып, өзара іс-әрекет жасайды. Мысалы, жылуды реттей алады. Тыныс алу, қоректену, көзін жыпылықтату және басқа рефлекстерді өздігінен іске қосады. Сондықтан бұл уақыт аралығы нәрестелік кезең деп жеке қарастырылады. Нәрестелік кезең. Мұнда нәресте анасының нәрлі уыз сүтімен қоректенеді. Уыз сүтінде нәрестенің ағзасына қажетті тағамдық заттар өте мол. Ана сүтін ешбір тағаммен теңестіруге болмайды. Ана сүті жетіспеген жағдайда ғана 6-7 айдан бастап қосымша тамақтандыруға болады. Бұл кезеңде сәбидің көп уақыты ұйқымен өтеді. Тамақ қажет болғанда оянады. Нәрестелік кезеңде тамақ беру уақытын және тазалықты мұқият сақтау қажет. Олай болмаған жағдайда ұйқысы бұзылады, мазасыз болады, ас қорыту ауытқиды. Нәрестелік кезең 10 күн мен 1 жас уақыт аралығын қамтиды. Бұл уақыт аралығында нәрестенің қозғалыс әрекеттері дамиды. Мойны бекиді, отырады, еңбектейді, жүруге талпынады. Бұл кезеңде сүт тістері шыға бастайды. Жеке сөздерге тілі келеді. Омыртқа бағанында иілімдер пайда болады. Қол-аяқ бұлшық еттері де дами бастайды. Нәресте денесін шынықтыруға жүйелі түрде шомылдырудың және таза ауада серуендеудің маңызы зор. Мектепке дейінгі сәбилік кезең. Сәбидің 1 мен 3 жас аралығы. Бұл кезеңде жаңадан көптеген қозғалысқа байланысты дағдылар қалыптасады. Сәби еркін жүреді, сөйлейді, айналасындағы заттарға әуестігі артады, әр нәрсені білгісі келеді. Ойлау қабілеті дамиды. Жаңадан шартты рефлекстер қалыптасады, сүт тістерінің 20-сы толық шығып үлгереді. Мектепке дейінгі естияр кезең немесе бірінші балалық шақ. 4 пен 7 жас аралығы. Бұл кезеңде баланың айналасындағы болып жатқан жағдайларға қызығушылығы артады. Бұл не деген сұрақтарға жауап іздейді. Ми көлемі артып, дами түседі. Анық сөйлейді. Бұл кезеңде бала үшін әртүрлі ойынның маңызы зор. Ойын арқылы денесі өседі, көңіл күйі қалыптасады. Әсіресе қимыл әрекеті қажет ететін ойындар арқылы қаңқасы мен бұлшық еттері дұрыс жетіле түседі. Мектеп жасындағы ересек кезең немесе екінші балалық шақ. 8 пен 12 жас аралығы. Баланың іс-әрекетінде сапалық өзгерістер байқалады. Бұл негізінен баланың мектепке баруымен тікелей байланысты. Енді бала мектеп тәртібіне бағынуға байланысты іс-әрекеттерге талпынады. Жаңа дағдылар қалыптасады. Жауапкершілікті, тәртіпті сезінеді. Ойлау қабілеті дами бастайды. Бойларының ұзындығы шамамен 140-150 сантиметрдей, ал салмағы 30 килодан артады. Жасөспірімдік кезең. Қыздарда 12-15 жас, ұлдарда 13-16 жас аралығын қамтиды. Баланың өсуі мен дамуында жаңа өзгерістер байқалады. Ұлдар мен қыздардың дене бітімінде бірінен бірінің айырмашылықтары айқын байқалады. Мұның бәрі де жыныстық жетілумен тікелей байланысты.
Қыздардың денесі өседі, бұлшық еттері дамиды, тері астындағы май қабаты қалыңдай түседі. Кеудемен тыныс алу түрі айқын білінеді, және тағы басқа. Ұлдардың даусы жуандайды, көмекейі айқын байқалады. Зат алмасу қарқындығы артып, қозғалыс әрекеттердің үйлесімділігі жетіледі. Барлық физиологиялық үдерістер жедел жүреді. Балғын жастық немесе кәмелеттік шақ. Қыздарда 16-20 жас, ұлдарда 17-21 жас аралығы. Бұл кезеңде барлық мүшелер мен мүшелер жүйесінің қалыптасуы толығымен жетіледі. Жүйке жүйесі мен ішкі секреция бездерінің қызметі бірімен бірі үйлесімді жүреді. Ағзадағы барлық физиологиялық үдерістердің жүруінде, мінез-құлық әрекеттерін басқаруда, ми қыртысының реттеу қызметі артады. Тежелу үдерісінің басымдылығы байқалады. Эстетикалық көңіл күйі, ақыл, ой, жауапкершілігі және тағы басқа қасиеттер толық қалыптасады. Адамның дене еңбегі мен ой еңбегінің жұмыс істеу қабілеті де арта түседі. Жеке мүшелерінің өсуі тоқтайды, жыныстық тұрғыдан толық жетіледі. Кемелденген кезең. Әйелдерде 22-55, ерлерде 22-60 жас аралығы. Ақыл, ой санасы, ойлау қабілеті жетіліп, шығармашылық іс-әрекеттері табыстарға жетелейді. Қоғам алдындағы жауапкершілігін толық сезінеді. Барлық іс-әрекеттерін алдын ала жоспарлап, белгілі бір мақсатқа жетуге талпынады. Бұл кезеңде соңғы рет гормондық қайта құрылу басталады. Егде жас. Ерлерде 60-74, әйелдерде 55-74 аралығы. Бұл кезеңде адамның қимыл әрекеті баяулайды. Зат алмасу қарқыны бәсеңдейді. Жүйке жүйесінде тежелу айқын басымдылық көрсетеді. Кейбір ішкі секреция бездерінің гормон бөлуі азаяды. Сүйектің құрамында бейағзалық заттардың мөлшері арта бастайды. Жүйке жүйесінің реттеу қызметі де баяулайды. Қарттық кезең. 74-90 жас аралығы. Барлық мүшелер жүйесінің қызметі, жалпы зат алмасу қарқыны баяулайды. Адамның есте сақтау қабілеті төмендейді. Адамдардың өмір сүруінің биологиялық мүмкіншіліктері 120-150 жыл. Дегенмен осы жасқа дейін өмір сүрушілер, ұзақ өмір сүрушілер саны өте көп емес. Жалпы 90 жастан көп өмір сүретін адамдарды ұзақ өмір сүрушілер деп атайды.